Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем қылсын. Біздің елбасымыз, үкімет басымыз Қасым-Жомарт Тоқаев өте ұлтшыл азамат екен. Оны дәлелдеп берейін, не үшін ұлтшыл екен. Әркім өзі білет қалай сөйлесе деді да, және әркім өзі білет, өзін қалай мақтаса да. Енді орысша сөйлемей өйтпей отырып қой. Енді маған айтып беріңізші, осы Россия Федерация ғой. Қай кезде Россияны орыс басқарды? Жоқ қой орыс деген. Еврей, грузин, анау мынау сондай. Орыс деген ұлт жоқ. Ал енді орыс деген ұлт кім? Ол біздің қазақтарда бар, қазақша сөйлегісі келмей жүргендердің бар, олар орыстар. Олар русыздар, ұлтсыздар, тексіздер. Сондықтан тексіздің тілде сөйлейсің ба, сөйлемейсің, оны өзің білесің дегенде астыртын тілде жеткізді бізге. Енді бізде екінші бір мәселе қалды. Біз өзіміздің қазақы тарихымызды дәлелдеу, соның ішіндегі қайтадан халық болып қолдап, оян қазақты қайтадан халыққа көрсету, және де әрбір орыстың патшасын және әрбір тірлікті Россияны біз қалай алып бергенімізді орыс тілінде, неміс тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде шығаруымыз керек. Біз Қытайды қалай билегенімізді, Мұқали Гауанжалар қалай мемлекет жасағандарын біз тарихымызды шығаруымыз керек. Ол хақ. Енді тағы бір айтады, біз Алтын Орда. Алтын Орда емес, бізде 4 орда болды. Алтын Орда, Сары Орда, Ақ Орда, Көк Орда. Осының бәрін тарихын шығарып, біз орыс деген мемлекет жоқ екен, олардың ұлтсыздар екен, олардың тексіздер екенін дәлелдей аламыз. Және олардың 37-38 жылға дейінгі орыстардың славян астында, славян тілінде жүрген община екенін айта аламыз. Оларда басқа тарих жоқ қой. Ал енді дінде мен сіздерге бір керемет ертегі айтып берейін. Дінде пайғамбарлыққа, Мұхаммед алейхиссаламға пайғамбарлық қонған кезде бір кісі хат әкеп береді. Мынау біздің бабаларымыздан қалған аманат еді, сізге беріңіздерші деп айтқан деп. Пайғамбар өзі оқи алмаса оқып беруін өтінеді. Оқығанда айтады, біз сіздің келетініңізді дейді, бәленбай замандардан бұрын білген соң біз сізге хат жазып тұрмыз. Осы хат сізге аман-есен қолыңызға жетсе, онда сіз бізді мұсылман қылып қабылдамаңыздаршы дейді. Біз тәңіршілер едік дейді. Пайғамбарымыз алып оны жылайды. Сөйтеді айтады, бұлар әлім сақтан дейді, мұсылман дейді. Біз мұсылмандыққа, қазір енді мұсылмандықты, исламды қабылдаған 1400 жыл болса, ол Иса пайғамбардың ар жағынан бері жазылған хат екен дейді. Соны алып оқиды да жылап айтады, бұлар әлім сақтан мұсылман дейді. Бұлар 12 атаға жеткенше қыз алысып беріспейтіндер екен дейді. Және мен Құдайдан сұрайын дейді да, ақыр заман келіп сапқа тұрған кезде осылар менің қатарымда тұрса екен деп дейді. Сөйтеді да айтады, бұл елге еш уақытта дін апармаңдар дейді. Бұлар дінмен жүріп баратқандар дейді. Бұлардың ұлы жолдары бар дейді. Текті қандар сақталған. Және бұл елге қару көтеріп бармаңдар дейді. Онда мен қанша мұсылмандықты қабылдаса да мен сендерге қарсымын. Және оларды қару көтеріп барсаң жей алмайсыңдар дейді. Бұлар әлімсақтан арыстар дейді. Демек қазақтар. Бұл бір қойып қой. Миғражға көтерілген кезде пайғамбар Яссы қаласын көрсетеді, сайрамды. Бұл жердің жүрегі, жәннаты, жұмақтың бәрі. Түбі осы жерге кеп тоқталады дейді. Арыстар дейді. Нұр мекен деп айтады. Нұрлы жер дейді. Пайғамбар өлген соң пайғамбардың немересі Хасан. Ислам діні арабта быт-шыт қылып құрайыштардың бәрін қуып атқанда, қазір Арабияда құрайышы, олар дінді мұрнына естірді келмейді. Деп атқан кезде екінші рет сол Яссы қаласына келіп, Сайрам қаласына келіп, қолын жайып тұрып қазығырттың басынан Нұрмекеннен сұрап отырған жері Хасан дейді. Бұл туралы атақты көріпкел Бек Асыл Әулие өзінің кітабында жазып кетті. Орнын қай жерден қай жерге дейін тұрғанын жазып, және бұл елді мәңгілік діннің қазығы дінге келеді. Ал енді бұл туралы Бек Асыл Әулие айтып кетсе, Мәшһүр Жүсіптің айтқаны бар, және бұл туралы айтып кеткен Әлиасқар Байғұтұлының айтқан, тыңдаңыздар. 4 Құран дейді, 4 Құран жаратқаннан кеп түскен дейді. Бірақ ізбері одан бірінші кеп түсіп, одан кейін де сөйлей алады дейді. Ізбері деген сақтардың
бөріне ту ұстап көк бөріне сау жүргеннің салт дәстүрі біріншісі дейді. Демек осының бәрі біздің қазақ даласына келіп тірелсе, бұл күндердің басталатынын Мәшһүр Жүсіп айтады. Осы заман келеді дейді да айтады. 40 жыл өтірікшілердің заманы болады дейді. Енді санаңыз, 91 жылы үкімет бізде құралды, өтірікпен құралды. Енді 2001, 2011, 2021. Енді 31 қалды ғой, 40 жыл өтірікшілердің заманы болады дейді. Соның 25 жылынан бастап бірінші өтірікті біздің ұлт қазақ жояды дейді да. Сөйтіп ар жағындағы 7 жылдың ішінде бүткіл әлемге жетіп, жердің бетінде бозторғай жұмыртқалаған қой үстіне жұмыртқа заман әкеледі дейді. Міне Мәшһүр Жүсіптің айтқаны. 25 жыл келді, міне басталды. Енді қазақтың даласында биыл ақиқат ашылады. Өтірік айтса да, шын айтса да, мына еврейде бір кітап бар. Хирана Хират деген, сол жерде 3 правиласы бар. Соның 3 правиласының біріншісі, екі әйелмен туған балаларым дейді. Бірің батысты, бірің шығысты билеңдер дейді. Бірақ екеуі ара билеп тұрғанда үшінші адам келсе, бір-біріңе жау болыңдар дейді. Қайсың сөзін сөйлесе де, ол ұлт жоқ болып кетсін дейді. Түсіндіңдер ғой, еврей мен араб екі дінді таратып келе жатыр. Екінші правиласы, жеңсең де, жеңілсең де ұрпағыңнан құрбан шал дейді. Еврейлер кемтарларын шалады, арабтар білесің, қай жерде ислам дінін таратып жатып, сол жерде балалардан жарылыс жасайды. Бұл құрбан айт кездерінде болады. Сақтаныңдар құрбан айтта. Үшінші мәселесі қойылғаны. Қай кезде, қай жерге жетсең де дейді, қай жерге жетсең де өзіңнің діңгегіңді қақ дейді. Демек, сен өзіңнің правилаңды үйрет дейді. Осыны істейміз деген еврейлер қанша жыл арналып келсе де, осы жол өздері алданады. Неге? Құранда оларға лағнет айтып қойған. Уақыт келді. Енді біз ақиқатты айту үшін орыс тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде біз орыстың тарихын таратуымыз керек, қазақтың тарихын таратуымыз керек. Және біз дінде, нақ дінге керемет ие екенімізді айту керек. Пайғамбарымыз сол алып кеп түскен, оқыған хаттан кейін пайғамбар өмірі шапан арқалап жүрген. Ол іші мақтамен сырылған, жібекпен тартылған қазақ шапан, сақ шапаны. Ол бүгінгі күнде пайғамбардың шапаны деп жүр, бірақ араб мемлекетінде шапан кию жоқ. Бірақ ол кісі киді, арқалап өтті. Неге? Бұлар деді, таза дін ұстайтындар. Және Құлқожа Ахмет Яссауи баба айтты, мен бүткіл Құранды түрік тілінде жаздым деді. Түсінгенім бәрін, хикметтің бәрін түрік тілінде жаздым. Өйткені деді да, нақ хақ тілде осы жерде болады барлығы деді. Бар болыңыздар ағайын, ақиқат солай болады.